Assalamu alaikum bауырлар. Так, біздер бұйыртса тоқмаққа кетіп бара жатырық. Мынау дейтін Мура деген құрдас, жасы да құрдас, стажы да құрдас. Короче, біздің каналдың постоянды қонағы ғой бұйыртса. Так, кішкене жаңбыр жауып жатыр. Я, бисмилля. Так, қазір міне Баха дейтін подвохтың үйіне келдік. Ол да бір бауырымыз, ағамыз. Баха! Баха! Ол шықты ол. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Қалайсың, Бәке? Шүкір болам. Че там, Бәке? Бәке, тоқмаққа барасың ба? Конечно. Машқа болдым мен. Айттым саған. Жанайымке айтып как раз магазинге барамыз. Кеттік онда. Ассаламу алейкум. Поваром там. Жиналып жатырық, жай-жай. Теңіз дейтін келші деп тұр ғой, келші, атшы деп тұр ғой. Картаны шықшы. Бұлар картамен Баха направлять етіз. Тасты орнына қойып жүрші, мына жер. Мына жерге кететін, мына жер. Орнына. Жай. Тормоз баспа. Ана аяғын жіберіп қал, көз су керек. Шит жағымен жүргіш, шит жағымен. Наоборот, бір руліңді. О. Ар жақпен кеңінен ал, Бұр бергі. Бұра бер, смело. Тип-тип сас. Так, мынау қоса тоқмақ труба ғой да? Труба дейтін жер. Теңіз кішкене нормальный сияқты.
А что, тут прозрак жоқ па не мында? Здесь далеко идти, там. Мына жағада да көрініп тұр ғой мына жерде. А? На факел ехать надо. А завтра что? Ертең не? Лодка бұйыртса түсеміз төмен қарата. Киініп бастаймыз ғой бұйыртса. Орыстар айтады, любишь кататься, люби сани возить деп. Дәл сол сияқты 16 килограмм қорғасын снаряжение бар. Ана жерде арқан бәрі дайын тұр. Машалла. Жаққа түсу керек әлі. Ja, бисмилля. Ойбай, алдында 16 килограмм қорғасын алдында тұр. Сүйреп кетейін тұр. Машалла, мына істеген жігіттер дейтін бар ғой. Жақсы істеп қойды, Алла разы болсын. Тректің астын. Опа. Өртеніп кеткен ба? Иісі деген күйік иісі әдемі шығып жатыр. Машалла. Жеттік. Ана бір тас. Көрінбейді. Бірдеңе басына ұқсайды екен. Бір хайуанның. Опа. Бисмилля. Машалла. Машалла. Что там? Ана жерде канат бар екен. Канат бар ана жерде. Удобно. Ыңғайлы түсуге. Мына рюкзак дейтін. Машалла, ыңғайлы екен. Теңіз дейді. Көрейік қане теңізді. Машалла, иісін өзі бөлек қой. Жаңбыр жауып тұр. Мұздай. Мұздай. Анық мыс. Оняқ мыс, тоқмақ. Труба дейтін жер дейді ғой. Болды, қазір бұйыртса су жылытып алайық. Киінеміз. Киінгенде де көрсетемін ғой бұйыртса. Бастық. Так, киінеміз ал. Мына гидрокостюмді кию үшін мынандай су дайындап аламыз. Су кампунмен пенный. Стил киінбесек. Бүйтіп жауып тұрамыз да шайқаймыз.
құйып экономдауға болады. Жылы күндерде ол. Қазір толқын боласың. Кестесінің бәрі. Так. Полный шешнек. Да, салқын. Желательно таза жерде киінесіз, да? Күн кіргізбейші, Бисмилля. Мұздай еді, прикинь. Сен ертең істеп тастады ғой. Халатты дұрыс қылған екенсің. Халатты дұрыс қылған екенсің. Лайфхак айтам şimdi. Так, сосын бүгін носкиді тырнақпен істемейміз, тырнақпен емес. Желательно нежно мына қолдарын үшпенді тырнақты тигізбеген жақсы. Мына ішіне заправить етеміз носкиді. Суға кірген сірет түкіріп істеймін. Жоқ. Не істейсіңдер вообще? Новый маска ғой, күйдіріп отырсың. Менің подписчиктерім не көрсетпейсіңдер, новый маска күйдіргенде? Көрсетеміз потом, көрсетеміз дұрыстап. Так, мына халат, кәдімгі халат. Алдын тігіп алғам, неге бір үлгек керек екен. Үлгек керек әлсі. Мықтымен бәрі. Төс жоқ. Ашып бәрі, сосын. Қандай таптауындан мен. Таптауындан бүйтіп тиісіп алдым. Чтоб мына киген кезде, қалада ертең киінеміз ғой. Бүйтіп көтермеу үшін да мынаны көрініп қолым тұр. Бұл кезде, нергеден көтересің? Қолың саласың да, қанша көтеріп аласың. Көрінбейді. Шешкенде де ыңғайлы. Так, енді үсті. Жылы суға бір шай жер. Жылы суға бір шай жер. Құдасы төсің салқын тимесін. Ішін бір шай жер. Теңіздің суын құйып, мұздатып не істеріміз де? Суды араластырып та. Жоқ, теңіздің суы. Бар еді, 5 литр бар ғой. Жоқ, тастап кетіп, сен біреуін ал деген су бұрытын. Жоқ, бәрін құйдың ба не бейсің? Не, кетіп отыр. Шайникте бәрі. Бисмилля. Мына халат шешкесін өңші салды. Я, бисмилля. Давай. Шай болды киіп. Ноябрьде кетіп тасалым да? Ноябрьдің басы ма? Қолды шығарып алу керек қойшы. Қолды шығарып алу. Тұншық бар. Не туда, не сюда оқып бар. İsteymeyi de musun? Hepsi biraz altı üstünde nasıl? Yalan. Перчатканы дәл осылай. Мына ішіне саламыз. Әртүрлі olur. Біреулер сыртынан салады, сыртынан қояды. Мен ішіне салам. Так. Ену міне маска. Масканы суға киген кезде бетіміз жуамыз ғой да. Чтобы анау температура бірдей болу үшін масканың ішінде де сыртта буландырмайды. 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 Температура бірдей болады. Түкірікпен нешік жуады? Тоже сондай система ма? Ең жақсысы жоқ. Түкірікпен и так жуасың, бетіңді де бұрын қойсың. Обязательно. Бірақ қиындау бар. Привыкать ету керек сияқты істемегенде. Ырсылдап қалды ғой кәдімгідей. Все, болды. Суда кездесеміз енді.
Қапталда жүр, қапталда артынан.
Міне достар, примерно шамамен 45 минуттай жүздім. Су салқын, 5 градус температура көрсеткіші. Аяғым тоң, нәскейім жетілік болғанда өткен жылғы жетілік. Шамамен отырып кеткен ау деймін. Қылып қалғанда. Сонымен аяғым тоң, 45 минут сосын. Не айтамыз? Так, мына сағат жайлы айтқым келіп тұр. Жақсы нәрсе екен. Баяғы 6 метр деп жүрген жерлеріміз оказывается 3,5 метр екен ғой. Сосын дыханием 30 секунд екен. Дамыту керек. Баяғыларда өзімізге судың астында кірген кезде дейтін бір минутқа жақындап қалған сияқты болады. Бірақ қандай тән бұсын әңгіме екен. Сол ешқандай да балық кездеспеді маған енді. Может, мүмкін дұрыс көрмей атсам, дұрыс істемеген болсам, бұрыннан
Жамбылдан балык атып жүрген агаларыбыз, инелерибиз, бауырларыбыз комментарийга жазып дұрыстап айтарсыздар. Осылай болупту. Бизге сол үйрөнүү керек әле. Міне, құрдастар шығып жатыр. Жотам, құрдас, тоңдың ба? Тоңдың ба? Тоңған жоқсыз ба дейді. Ластыңыз қалай екен, С4 дейді. Потом престиж костюм. Примерно 2 жарым сағат, сутки градус. Ласты C4. Қалай екен ластар? Жекадан бірінші келдім көрдім ғой. Ай. Жека анақтан бері жатырдым, бер жақтан тіке осып. Балық кездесті ма? Короче, фонарикін батарейкасы отырып қалып деді. Нормально, жағада кәді. А сен фонарикті сөндірмей қосып қойдың ба до конца? Сөндіріп жүрдің ба? Вообще батарейкасы отырып қалып. Қойш? Түскенде маржа кетті. Өшім сол уақыт тума, ақырын жауым. Нормально размер. Где-то 1,5 жылға 2. Былай бірінші түсуіңіз ғой мына сезон. Қалай екен? Не айтасыз енді бір 2 ауыз сөзде? Погода кішкене әлі уақыт келеді. Күн жоқ. Келесі апталарда аманшылық болса нормально болады. Жалғастырар ғой. Болды. Так. Ана сағатпен дерсік екен да негізі. Сағат дерс. Мен айтамын ғой, Жанбекке айтамын ғой, мына сағат дейді маскамызды чешті деп. Баяғы 5-6 метр деп жүрген жерлер оказывается 3 метр жер екен ғой. Мен наоборот 3 метрде жүрсем 5 метрде жүрмін ғой. Нешеге дейін бардың до конца глубина? Ең көп. Неше? 8-де 2. 8-де 2. Ең көп 8-де 2-де судың астында жүрген 36 секунд. В общем, 40-тан асқан жоқ ғой. Былай жақсы екен сағат дейді маған ұнады. Андай да ана. Мысалы мен бір сүңгідім, дыханием 30 секунд екен да, қимылдап жүріп те, былай. И уже бір тасты қарайсыз, екінші тасты қарайсыз, сағатты қарайсыз, 20 секунд болып жатыр ма? Әлі 10 секунд бар ғой деп, үшінші тасты да қарайсыз да. 8-де 2. 8-де 2 39 секунд. Сосын 7-де 9 метр 40 секунд. Ну, примерно судың астында 40 секунд жүрдім ғой. Иә. Общий судың астында жүргенім, прям судың астында 38 метр. Мына жігіттер 10 градус қазір. Мына жігіт балықсыз келатқан болса, біздердікі онда құр ысырап біздің суға түсуіміз. Чё там, Жека, бар ма? Я тебя хотел там видеть, я, одного хорошего видел. Так, бауырлар, міне мынандай құрылғы. Кәдімгі алюминиевый трубка. Басына мынандай істеген. Резинкасы бар. Судаққа шыққан кезде мынандай случай болады. Гарпун қадалып қалады осылай. Тастың ар жағында ол қол бармауы да мүмкін. Ана ұстағанмен мынау етеді. Ыңғайсыз болады да. Сол кезде мынаумен салады екен, айналдырады екен. Бұрап, анау күші болады соң. Шығарып олады екен. Дейді енді солай. Жалпы жақсы құрылғы. Мы, короче, знаешь, Жека, че были? Резерв самого чисто генерал-майора вот этот Ильясов. Баха. Вон там еще трое стоят. Ты тут с камерой сейчас тебя еще арестуют. Бүгінгі Вон на горе трое сидят, даже ждут. Бүгінгі охота бітті. Балық жоқ. Чуть не завтра. Теңіз Балық бар. келесі де болады, Алла қаласа. Келесі қашан? Қашан? Бұйырса, ертең. Ертең? Точно ма? Тоқмақ уже жабық болды. Тоқмақ мынау 15 күн емес, құдай біледі ғой. Жаңа айтып отыр ғой, білмеймін деп тұр ғой. Стартанешь, они стрелять будут?